Ассалаумағалейкум достар, қал жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгінгі темамыз Каспий төңірегінде болады, яғни Каспий магазиніміз не үшін блокқа кетіп қалады? Блоктан шығудың жолдары бар ма? Және блокқа кетіп қалмау үшін не істеуіміз керек? Сол жайлы кішігірім тема қозғап өтеміз. Қараңыздар. Блокировканың түрлері көп, кетіп қалу себептері. Мысал үшін ең жеңілі бірінші кезекте сіз Каспий магазинында отмена товарларыңыз көбейіп кетті. Отменаның да түрі көп. Мысалға сіздің өзіңіздің басқан отменалар қолыңызбен товар наличие бітіп қалған 20-30 заказды сіз өз қолыңызбен отмена басып жатырсыз. Где-то 100 заказға 30%-тан өтіп кетті отмена заказыңыз. Сіз блокировкаға бірінші кезекте предупреждение аласыз, ескерту аласыз. Бірден блокқа қоймайды, бірақ себебін сұрайды. Себебін айтып бергеннен соң ашып жібереді. Конкретне айтуыңыз керек ол жерде. Ал екінші ретте тағы да сондай болатын болса, сіз бір аптаға, үшінші рет, бір айға, төртінші рет уже кеттіңіз. 90 күнге болады, құрметті достар. Одан кейін тағы блокировканың түрі, мысал үшін, ол да жеңіл түрлерінен бірі, сіздің клиенттеріңізден шағым түсіріп жатыр. Сіз телефонды көтермедіңіз, или возврат жасамай жатырсыз бір нәрсені. Олар Каспийдің менеджерларына звондайды да, мына товарымды возврат жасамай жатыр. Или мына товарым жаман келді, ответ бермей жатыр. Ол екіншісі. Үшіншісі де бар, тағы, мысалға сіздің телефон нөміріңіз өшік, звондап жатыр, клиенттер көтермейсіз. Негізінде ана жерде кіргізіп қойған контактный нөміріңіз көрсетілген жұмыс уақыты бар ғой, 9-дан 18-ге дейін деп қойған болсаңыз, 9-дан 6-ға дейін ол күдік бару керек. Яғни сіз жауап беруіңіз керек болады. Егер өшік болып отырған болса, тағы да блокировкаға кетеді. Ол жерде тағы жауап беретін болсаңыз, проблеманы шешсеңіз, тағы да ашып жіберетін болады, құрметті достар. Сондай блокировканың түрлері өте көп, және бұлардың ең ауыры қайсысы? Ең ауыры Каспий магазинде обналичка деген бар. Обналичка деген Каспий банктың өзімен конкуренция болып қалу. Мысалға, сіз аласыз да Каспий Пейді өзіңіздің, мысалға, жақындарыңыз или сол жайлы ақша жасағыңыз келе ме, біреулерге обналичка жасап беріп, процентіңізді алып, жаңағына ақшаға айландырып беру. Тауар сатасыз өтіріксен, немесе жаңағындай удаленный оплата жібересіз, оған ақша етіп шығарып бересіз. Ең жаман көретіні Каспийдің осы ескертіп те отырмайды. Қазіргі уақытта алгоритмнің өзі тауып алады да, оны блокировкаға қосып тастайды. Бұл ашылмасқа кетеді. Вообще им бойынша. Мысалға сіз тоу ашуыңыз мүмкін, осы им бойынша. Тоу ашсаңыз да, сіз бар болсаңыз, тізімінде тағы да оны одобрен бермейтін болады. Вообще қара списокқа кетіп қаласыз, обналичка жасалынса ол аккаунт. Сондай жағдайлар болған, мысал үшін, обналичка жасаған бір адам келген менен аккаунт алуға. Ол айтты, чтобы мен алған аккаунттардың барлығына блокировкаға жіберіп жатыр, алынбасқа. Қуалап жүріп жатыр алгоритмнің өзі. Қараңыз, бір алған обналичкадан кеткен 1-2 айдан кейін вообще ашылмасқа. Кейін ол арендаға тағы да өзінің досынан, өзінің жақындарынан алып тұрған, ол аккаунтта 3-4 кейін, уже 3-4 обналичка жасағаннан кейін тағы да кеткен. Бұны 5-10 адам болса да Каспийдің алгоритмдары артынан қуалап жүріп тауып алады. Оны қалай тауып алады? Мысал үшін, перевод жасалынып отырған ақша, перевод жасалынып отырған ақша. Оның Каспий голдыны біледі ғой Каспий. Сол нөмірге барып жатыр. Сол нөмірге барғаннан соң уже мына аккаунт кімге тиесілі, кім жұмыс істеп жатыр, тағы да біліп алады, тағы да блокировка кетеді. Достар, оның түрлері көп. Егерде сіздің аккаунтыңыз блокировкаға кеткен болса, астындағы комментарияға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде ашылатын болсақ, біз сіздерге көмектесетін боламыз. Егер ашылатын болса, астында қандай проблема болды, нақты себебін жазсаңыздар, менеджеріміз WhatsApp арқылы шығады, немесе WhatsAppқа менеджерімізға шықсаңыздар, Каспийдің ID нөмірін жазсаңыздар болды. Біздер тексеріп, жаңағындай сөйлесіп көреміз олармен. Ашылатын болса, ашып беретін боламыз. Ақшалы ақыға. Енді қараңыздар, шешудің жолдары тағы бар. Мысалға, жаңағындай аккаунттарды қалай шешуге болады жалпы? Мысал үшін сізге келді, возврат жайында. Сіз жаңа клиентпен дұрыс сөйлеспедіңізде, соған байланысты кетті жаңа неңіз, аккаунтыңыз жауап бермеңізге байланысты. Оны қалай шешуге болады? Мерчантқа жазасыз, конкретне түсіндіріп беруіңіз керек. Ол андай-мындай дегенмен ол ашпайды. Конкретне не үшін сіз ол товарды қайтармадыңыз? Не үшін ол товардың егесі звондаған уақытта сіз ответ қайтармадыңыз? Сондай
нақты жауабын түсіндіріп бергеннен соң ол Каспи сізге ашып беретін болады. Скриншоттарыңыз беруіңіз керек. Сөйлескеніңіз клиентпен проблеманы шештіңіз, WhatsApp-тан скриншот аласыз да жібересіз мерчантқа. Міне проблеманы шештік, енді болмайды, енді қайталанбайды деп түсіндіріп бересіз, болды. Сол ашудың бір жолы. Енді қараңыз, қалай блокировкаға жібермеуге болады аккаунтты жалпы. Қараңыздар, тиянақты түрде істеу керек. Мысалы үшін бірінші кезекте телефон нөміріңіз постоянно қосылып тұру керек. Возвраттарды, мысалға Каспи магазиннің шарттары бойынша 15 күнде бәрібір сіз возвратты қайтаруыңыз керек. Клиент егер сізден возврат сұрап жатқан болса, оформить етіп беруіңіз керек. Сізге келгеннен кейін ол товар сіз жіберген күйінде болмаса, обратный қайтарсаңыз болады. Каспиға, мерчантқа жазып, мына товар менің жіберген товарымдай болып келіп тұрған жоқ. Ішіні өзгерткен, мысалға удар деген, может логистика компаниядан болуы мүмкін. Алдын жіберген уақытта әрбір қымбат товарларды әрқашан 3-4 рет фотоға түсіріп қойыңыз. Қалай орап жібердіңіз, қандай күйінде кетті, дәлелдеп беру үшін Каспи сұрайды. Сол кезде спор болған кезде төлетіп те алуға болады, бірақ өте қиын, бұл спорный болады. Может төлеп бермеуі де мүмкін, бірақ проблеманы шешесіз, аккаунтыңыз жаңағындай блокқа кетудің алдын алып қоясыз, құрметті достар. Әр уақытта кейін отменаны былай істеулеріңіз керек. Егер ол товарға массовый, Каспи жұмада мысалға массовый товар заказ түсіп қалады, ол товар сіз таппай қалдыңыз. Немесе жаңағындай жоқ болып қалды складта. Қытайдан әлі келуіне бәленбай уақыт бар. Каспи жұмада бірақ 15 күн, 20 күн уақыт береді жеткізіп беруге. Ол күнде де жеткізіп бермесеңіз, клиентке вообще айтуыңыз керек болады. Өзіңіз звондап тұрып. Мысалға менде мына товар наличие қалмапты, орнына мынаны жіберуге бола ма деп сұрап, болмаса отмена баса саласыз ба деп адам сияқты түсіндіріп, әдемілеп жеткізсеңіз, олар отменаны басады. Өзіңіз баспауыңыз керек. Рейтинг төмендеп, блокқа кетіп қалудың алдын аласыз. Оған айтасыз. Сұрайды Каспи отменаны басып отырған уақытта. Не үшін отмена басып жатсың? Продавец наличие жоқ деп айтты ма, складта жоқ деп айтты ма? Складта жоқ деп айттыны таңдаса, сіздің кінәңізге жазып қоя береді Каспи. Оған түсіндіріп айтсаңыз, что я передумал, мен ойландым дегенді таңдаса, сізге жазбайды. Клиенттің өзі ойланды деген жаңағындай алгоритм жазып қоятын болады, құрметті достар. Жалпы бұл видеоларды жалғастырамыз. Жалпы Каспимен байланысты проблемаларыңыз болса, комментарияның астына қалдырып кетсеңіздер, мен темаға алып шығамын, құрметті достар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.